Біз Z ұрпағының ойлау жүйесімен сай келуіміз керек. Ол арқылы жемқорлықты жойып, үздік басқаруға жетіп, экономикалық теңдік аламыз. Бұл таяуда жастар көтерілген Непалдағы уақытша үкіметтің жаңа басшысы Сушила Каркидің сөзі. Оны жастар Discord әлеуметтік желісінде сайлаған. Уақытша премьер-министр болып тағайындалған Сушила Карки коммунистер мен центристер үкіметі құлатылғаннан кейін алғашқы мәлімдемесін жасады. Ол Discord әлеуметтік желісіндегі наразылыққа қатысушылар таңдаған тұлға. Карки алғашқы жариялы сөзінде 6 айдан кейін елде сайланған үкімет пайда болған сәтте отставкаға кетуге уәде берді. Непалда жастар енді сайлауды келесі жылдың 5 наурызына жоспарлап отыр. Мен бұл қызметті қаламадым, қабылдауға халықтың дауысы итермеледі, дейді уақытша премьер-министр міндетін атқарушы Сушила Карки. 73 жастағы Карки Непал жоғары сотының бұрынғы төрағасы. Премьер-министр қызметіне Z буыны ұйымының наразылық жетекшілерінің өтініші бойынша тағайындалған. Бұл жасы шамамен 30-дағы және одан кіші адамдардың құрған ұйымы. Ал алдыңғы премьер-министр коммунистік партиясының жетекшісі Қағды Прасад Шарма Оли өткен аптада 2 күнге созылған жаппай көше наразылықтарынан кейін отставкаға кеткен. Жаңа мәліметтер бойынша сол дүрбелеңнен 72 адам қаза тапқаны белгілі болды. Ал оған жаппай әлеуметтік желілерді бұғаттау себеп еді. Ал үкімет құлатылғаннан кейін Discordтағы чат топтарда уақытша үкімет басшысы тағайындалып отыр. Карки наразылық ұйымдастырушыларының мінберіне айналған Хами Непал қайырымдылық ұйымының серверінде сайланды. Сол күндері сервердің қатысушылар саны 140 мыңнан асып кеткен. Карки Непал жоғары сотының алғашқы әйел басшысы болып тарихқа тіркелген болса, енді елдің әйел премьер-министрі болып отыр. Енді Карки мен оның үкіметінің алдында қиын міндеттер тұр. Құқықтық тәртіпті қалпына келтіру, наразылар қиратып кеткен парламент ғимаратын және басқа да нысандарды қайта салу. Сондай-ақ Z буынын тыныштандырып, елде олар талап етіп отырған өзгерістер міндетті түрде болатынына сендіру. Ал сіз қалай ойлайсыз, жастардың мұндай бастамасы үкіметті құлатып тастап, өз алдына бір керемет өркениетке жол бастайтын мемлекет құра ала ма? Осыған жауап бере кетіңіз. Сонымен қатар лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз.